Алейкум, қадірмендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз оңтүстіктегі тағы бір көршіміз бауырлас Түркімен мемлекетінің қарулы күштері жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Түркменистанның қарулы күштері 1992 жылы 27 қаңтарда құрылды. Жоғарғы бас қолбасшы, ел президенті, армия генералы Құрбанғұлы Бердімұхамедов баштап қарулы күштерді жедел басқарудың негізгі органы. Қорғаныс министрлігі тиісті атқарушы билік органдарының қатысуымен қару жүйелерін, әскери және арнайы техника мен мүлікті қабылдау тұжырымдамасын, қарулы күштерді қазіргі заманғы қару-жарақ түрлерімен жарақтандырудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлейді. Сондай-ақ мемлекеттің қорғаныс тапсырысын қалыптастырады. Түркменистан бейтарап мәртебеге ие. Тұрақты бейтараптық туралы нөмірі 50-80 қарарды Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 1995 жылғы 12 желтоқсанда ресми түрде қабылдады. Жаңа әскери доктринаға 2009 жылдың қаңтарында қол қойылды. Ол бейтарап мемлекет ретінде Түркменистан әскери одақтар мен блоктарға кірмейді. Жаппай қырып жою қаруын шығармайды және таратпайды. Жергілікті және аймақтық қақтығыстарға қатыспайды және өз аумағында шетелдік әскери базаларды орналастырмайды. Ол болашақта қызмет атқарудың келісім шарттық негізіне өтуге және армияны жаңа қарумен жарақтандыруды жоспарлайды. Әскери доктрина қорғаныс сипатына ие. Ол елдегі бейбітшілікті сақтау, оның шекараларының тұтастығын сақтау, халықтың бірлігін сақтау, оның бейбіт және гүлденген өмірін қорғау, қарулы күштер мен басқа да әскерлердің күшін нығайту, Түркменстанның халықаралық беделін арттыру, көрші мемлекеттермен достық және бауырластық қатынастарын дамыту мақсаттарына бағынады. Әскери доктринаға сәйкес Түркменистан ешбір мемлекетке өзінің қарсыласы ретінде қарамайды. Қарулы күштерді жасақтау жалпыға бірдей әскери міндеткерлік арқылы жүзеге асырылады. Әскерге шақыру жасы 18-ден 30 жасқа дейін, қызмет мерзімі 24 ай. Жыл сайын әскерге шақыру жасына 53.800 ер адам жетеді. Офицерлердің 80%-ға жуығы этникалық түркмендер. Түркменистан қарулы күштерінің құрамына құрлық әскерлері, әскери әуе күштері және әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз флоты және басқа да құрылымдар кіреді. Түркменистан қарулы күштері уәлаяттар санына сәйкес аумақтық негізде орналасқан. Бүгінгі таңда республикада 2 құрлықтағы әскери округ жұмыс істейді. Республикада дивизиялардың кеңестік құрылымын бригадаларға айналдыру жүріп жатыр. Қазіргі уақытта құрлық әскерлері аралас құрылымға ие. Бұл процесс баяу жүруде. Түркменстан қарулы күштерін дамыту стратегиясының негізгі бағыттары қарулы күштердің қару-жарағы мен әскери техникасын қайта жарақтандыру және жаңғырту, үнемі өткізілетін ауқымды тактикалық оқу-жаттығулар мен атыс арқылы әскери қызметшілердің кәсібилігін арттыру, жеке құрамды жаңа буындағы қаруды ұстауға үйрету, қарулы күштердің бөлімдері мен бөлімшелерін тұрақты жауынгерлік әзірлікте ұстау. Құрлық әскерлерінің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесін модернизациялау аясында Украинадан жаудың бақылау жабдықтарына байқатпай су үсті, әуе және жер үсті нысандарын таба алатын жаңа тізбекті Кальчуга радарлық станциялары сатып алынды. Түркменистанның қарулы күштері туралы мәлімет өте аз. Сарапшылардың пікірінше, газға бай ел әскерге жалпы ішкі өнімнің 3,6%-ын жұмсайды. Әскери бюджеті 800 миллион ақш долларын құрайды. Түркмен мемлекетінің жабық есік саясаты офицерлер мен жоғары командалық құрамның дайындығына кері әсер етеді. Алайда Түркмен әскерлерінің жауынгерлік тиімділігіне байланысты барлық тұжырымдарды сенімді ақпараттың болмауына байланысты шартты деп санауға болады. Түркменстан бейтарап саясат ұстануда. Түркменстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қол қойған жоқ. НАТО мен Шанхай ынтымақтастық ұйымына да кірмейді.
Түркменстан Ауған соғысына қатысты бейтарап саясат жүргізді. Талибанмен де, Солтүстік альянспен де қарым-қатынасты қолдады. 2001 жылғы ақш бастаған батыс елдердің Ауғанстанға қарсы шабуылына да бейтараптықпен қарады. Ниязов Германия үкіметіне неміс ұшақтарына база беруден бас тартты. Бұл мемлекеттің бейтараптық қағидаларын одан әрі ұстануға ниетті екенін көрсетті. Түркменстан Конституциясының 41 бабына сәйкес Түркменстанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы. Ең жабдықталған және мобильді, сәйкесінше ұрысқа дайын бөлімшелер артиллерия мен танк бөлімшелері болып табылады. Соңғы кездері Түркменстан шекара күштерін едәуір күшейтті. 2001 жылдың соңында республика аумағында 3 жаңа шекара отряды құрылды. Біреуі солтүстік батыс Қазақстанмен шекарада орналасқан. Екіншісі Ауғанстанмен шекара өтетін Керки ауданында. Үшіншісі Қой-Тентак жасағы оңтүстік шығыста Ауған, Өзбек және Түркмен шекараларының қиылысында орналасқан. Бұл отряд шекараның ең қиын және қиылысқан бөлігін алады. Жаңа шекара отрядтарының құрылуы бұл өте дұрыс шешім болды. Өйткені Түркменстанның сыртқы шекаралары едәуір үлкен. Түркменстан құрлық әскерлерінің құрамында бір арнайы жасақ полкі, бір танкі бригадасы, 2 мотоатқыштар дивизиясы, 4 мотоатқыштар бригадасы, бір теңіз жаяу әскер бригадасы, бір оқу дивизиясы бар. Скат зымырандары бар бір зымыран полкі, бір танкіге қарсы полк, 2 зениттік бригада және бір инженерлік полк бар. Түркмен қарулы күштерінің сапында қандай әскери техниканың бар екеніне көз жүгіртсек, негізгі әскери танк Т-90С ресейлік 4 данасы бар, 30-на тапсырыс берілген. Т-72 ОМГ Украинада модернизациядан өткен 650 данасы бар. Жаяу әскердің жауынгерлік көлігі БМП-1, сонымен қатар БМП-1М Украиналық модернизациядан өткен 600 данасы бар. БМП-2 430 данасы бар. БМП-3 ресейлік 4 данасы бар. БМД-1 десанттық әскердің жауынгерлік көлігі 8 данасы бар. БТР-6 120 данасы бар. БТР-60 120 данасы бар. БТР-70 300 данасы бар. БТР-80 БТР-80А 454 данасы бар. Сондай-ақ беларустық Барс көліктері қанша данасы бар екені белгісіз. Түркиялық кірпі бронетранспортері 28 данасы бар. Сондай-ақ түркиялық Кобра 4 данасы бар. Біріккен Араб Әмірліктерінде жасалған Нимр брони көлігі жаяу әскердің 8 данасы бар. Австриялық Survivor 2 сауытты көлік 15 данасы бар. Израильдік Combat Guard қанша данасы бар екені белгісіз сауытты көлік. Сауд Арабиялық Аль-Шибл 2 8 данасы бар. Қытайлық Донгфен Манчи қанша данасы бар екені белгісіз. Танкіге қарсы қару Т-12 100 мм танкіге қарсы зеңбірек 60 данасы бар. МТ-12 танкіге қарсы зеңбірек қанша данасы бар екені белгісіз. 9К-11 малютка танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ өздігінен жүретін танкіге қарсы басқарылатын зеңбірек кешені 8 данасы бар. 9П-122 деген. 9П-133 бұның 8 данасы бар. 9П-148 бұл да өздігінен жүретін ПТРК конкурс 2 данасы бар. 9П-149 ПТРК штурм С деген 36 данасы бар. 9К-111 фагот қанша данасы бар екені белгісіз. 9К-111 конкурс бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Метис бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Шершин беларустық бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Барьер украиналық бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Каракал беларустық 4 данасы бар. Реактивті дүркіндетіп ату кешені 9П-138 град 1 122 мм РСО 18 данасы бар. БМ-21 град
Және Белград, беларустық 70 данасы бар, 122 мм. Чехиялық РМ-70 220 мм РСО 6 данасы бар. БМ-27 Ураган 60 данасы бар. БМ-30 Смерч 300 мм РСО 6 данасы бар. Артиллериялық кешендер 2С9 Нона-С 17 данасы бар. Өздігінен жүретін артиллериялық қару. 2С1 Гвоздика 122 мм өздігінен жүретін гаубица 40 данасы бар. 2С3 Акация 152 мм қанша данасы бар екені белгісіз. Д-30 122 мм сүйретпелі гаубица 350 данасы бар. 152 мм өздігінен жүретін гаубица Дана Чехиялық 6 данасы бар. М46 130 мм Зембрек 6 данасы бар. 152 мм гаубица 2А65 6 данасы бар. 152 мм 2А36 6 данасы бар. Д-20 72 данасы бар. Д-1 17 данасы бар. ПМ-38 66 данасы бар. Түркменстанның әскери әуе күштері мен әуе қорғанысы күштері Түркменстан қарулы күштерінің бір бөлігі. Әскери әуе күштері мен әуе қорғаныс күштерінің сапында 3000 адам қызмет етеді. Түркменстанның әскери әуе күштері мен әуе қорғанысы күштерінің құрамында МиГ-29 ұшақтардан жасақталған 2 жойғыш эскадрильясы, Су-25 МК ұшақтардан жасақталған 1 шабуылдаушы эскадрильясы, 1 көлік эскадрильясы аралас құрамы, 1 жаттығу бөлімі Ил-39 ұшақтарынан жасақталған бірнеше зениттік зымырандық дивизиялар кіреді. Түркменстан әскери әуе күштері мен әуе қорғанысы күштерінің сапындағы әскери техникаларына көз жүгіртер болсақ, көп мақсатты жойғыш ұшағы МиГ-29 АС 22 данасы бар. МиГ-29 УБ 2 данасы бар. Су-25-тің 31 данасы бар. Оның 12-сі Су-25 МК дәрежесіне шейін жетілдірілген шабуылдаушы ұшақ. Оқу жаттығу ұшағы Ил-39 2 данасы бар. Чехословакиялық және италиялық заманауи М346 оқу жаттығу ұшағы қанша данасы бар екені белгісіз. Және Embraer 314 Супер Тукана бразилиялық жеңіл шабуылдаушы ұшағы қанша данасы бар екені де белгісіз. Австриялық Diamond DA-42 5 данасы бар бақылаушы ұшақ. Ан-74 ТК-200С украиналық 2 данасы бар тасымалдаушы ұшақ. Сондай-ақ Америка мен Италия бірігіп шығарған Си-27 Спартан қанша данасы бар екені белгісіз. Си-295 испаниялық тасымалдаушы ұшақ, бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Ан-26 оның 1 данасы бар. Тікұшақтарына келетін болсақ, Аугуста АВ-109 италиялық 3 данасы бар тікұшақ. Және Аугуста АВ-139 италиялық 7 данасы бар. Еврокоптер ЕС-145 2 данасы бар. Еврокоптер АС-365 2 данасы бар. Ми-17Б 10 данасы бар. Ми-24 соққылаушы ұшақ 10 данасы бар. Ми-8 көп мақсатты 6 данасы бар. Р-17 тактикалық баллистикалық зымыран 16 данасы бар. Түркменстан әскери әуе күштерінің сапында қытайлық, италиялық, израильдік ұшқышсыз басқарылатын ұшақтар да бар. Олардың барлығы дерлік жерді бақылау, барлау, патрульдік ұшу, аэрофото түсірілім міндеттерін орындайды. Түркменстан әуе қорғаныс күштерінің сапында HQ-9 қытайлық ұзақ қашықтықтағы әуе қорғанысы зениттік зымыран кешені қанша данасы бар екені белгісіз. Орта қашықтықтағы зениттік зымыран кешені HQ-12 бұл да қытайлық қанша данасы бар екені белгісіз. HQ-7B қысқа қашықтықтағы зениттік зымыран кешені қытайлық. ЗСУ-23 4 Шилка 48 данасы бар. С-75 Двина
зениттік зымыран кешені қанша данасы бар екені белгісіз. Оса зениттік зымыран кешені 40 данасы бар. С-125 Нева, Үш-125 Алибард орта және қысқа қашықтықтағы зениттік зымыран кешені 20 данасы бар. С-200 зениттік зымыран кешені 12 данасы бар. ULC-2 радиолокациялық станция қытайлық 2 данасы бар. Украиналық Кольчуга-М 3 данасы бар. Радиотехникалық барлау станциясы. Стрела-10 зениттік зымыран кешені 13 данасы бар. 9К-12 куб қанша данасы бар екені белгісіз. QV-2 қытайлық өзіңмен бірге алып жүретін зениттік зымыран кешені қанша данасы бар екені белгісіз. Стрела-2 бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Және франциялық Мистраль өзіңмен бірге алып жүретін зениттік зымыран кешені 20 данасы бар. 1992 жылы КСРО әскери теңіз күштерінің Каспий флотилиясының бөлінуінен кейін Ашхабад флоттың ең аз бөлігін алды. Сондықтан елдің әскери теңіз әлеуетін дамыту республикадағы әскери құрылыстың негізгі басымдықтарының бірі болды. 2010 жылғы қаңтарда Түркменистан мемлекеттік қауіпсіздік кеңесінің кеңейтілген отырысында Түркменистан қарулы күштерінің әскери теңіз күштерін дамытудың 2015 жылға дейінгі кезеңге арналған бағдарламасы бекітілді. Әскери теңіз күштерін қорғаныс министрлігінің негізінде құру туралы шешім қабылданды. Осыған байланысты кемелердің бір бөлігі мемлекеттік шекара қызметі қолбасшылығының қарамағынан шығарылды. Бағдарламаның негізгі тармақтарының бірі Каспий теңізінің жағалауында елдің әскери теңіз күштері тұрақты негізде орналасатын қорғаныс министрлігінің әскери теңіз базасын құру болып табылады. Осыған байланысты 2009-2015 жылдары Түркменстан 2 жаңа базаның құрылысын жүзеге асырды. Әскери теңіз күштері мен жағалау күзеті үшін бөлек 2 базада Түркменбашы қаласының маңында орналасты. Әскери теңіз флотын құру кезінде Ашхабад, ақш және Түркия мемлекеттерімен белсенді ынтымақтастықта болды. 2003 жылы Иран Түркменстанға 7 жағалау күзеті мен 1 эсминисті ұзақ мерзімге жалға берді. 2009 жылдың желтоқсанында Түркменстан әскери теңіз күштеріне Ресейдің 2 Соболь патрульдік қайығы берілді. Осыдан кейін Ашхабад, Ярославль облысында орналасқан Вимпел кеме жасау зауытында салынған 124-18 жобасының Найзағай, Гайратлы және Эдермен сияқты тағы 2 ресейлік зымыран қайықтарының жеткізілімін қабылдады. Әрбір кеме 16 кемеге қарсы Уран-Э зымыранымен қаруланған. Бұл оларды Каспий акваториясындағы ең мықты қаруланған қайықтардың қатарына қосады. Қазіргі таңда Түркменстан әскери теңіз күштерінің сапында 26 кеме бар. Олар ресейлік, түркиялық, америкалық, украиналық кемелер. Түркменстан билігі соңғы жылдары шетелдік серіктестермен әскери ынтымақтастықты әртараптандыру саясатын жүргізуде. Мысалы, Қытай елдің маңызды әскери серіктесі болып табылады. Алайда Түркменстанның әскери саладағы басты серіктесі Түркия Республикасы болып табылады. Түркмен әскери қызметшілерін оқыту Түркменстан қорғаныс министрлігінің әскери институтында жүзеге асырылады. Офицерлерді даярлау Ресейде, Украинада, Түркияда, Пәкістанда және ақш-та жүзеге асырылады. Қорытындылайтын болсақ, Түркменстан мемлекеті ықтимал агрессиядан мемлекеттік тұтастық пен ұлттық егемендікті қорғауға жеткілікті жинақы және тиімді қарулы күштерді құра білді. Қазіргі Түркменстанның қарулы күштері Орта Азияда Қазақстан мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орында. Қадірменді көрермендер, енді сіздерді өз ойларыңызды Түркменстан қарулы күштері жөнінде ортаға салып отырсаңыздар комментарий арқылы және осы арнаға жазылып лайк басуларыңызды сұраймыз. Қазақша арнаны қолдап кетіңіздер.
Бәріңізге ассаламу алейкум.